Сабақтың тақырыбы гиперсілтемелер. Гиперсілтеме дегеніміз не? Гиперсілтеме үстінен басу арқылы файлға, веб-параққа немесе файлдың бөлігіне қатынас жасайтын құжаттың бөлігі. Жалпы гиперсілтеме үшке бөлінеді. Бет ішіндегі жүйе ішілік, жүйе аралық. Бет ішіндегі гиперсілтеме бір бет аумағында ауысуларды ұйымдастырады. Жүйе ішілік гиперсілтеме бірдей сервер аумағындағы беттер арасында ұйымдастырылады. Жүйе аралық гиперсілтеме веб түйіндерінде орналасқан беттерге сілтемелерді ұйымдастырады. Жалпы гиперсілтеме құжаттың вставка бөлігінде мынандай гиперссылка деген атаумен тұрады. Енді құжаттың түріне сәйкес кей кездері, мысалы, мынау Word құжатында вставканың ішінде де бар ссылка, және ссылка деген бөлігінде де бар ссылка қоятын командалар. Қазір біз презентация құжатындағы беттердің арасында гиперсілтеме жасауды қарастырамыз. Мысалы, 4-ші бетті ашайық. Қазір біз осы құжаттың ішіндегі беттердің ішінде бір-біріне ссылкамен өтетін гиперссылка жасауды қарастырамыз. Дәл қазір 4-ші бет ашылып тұр. Бұл жерде SpongeBob айтып тұрған сияқты гиперсілтеме анықтамасын есіңе түсіргің келсе осында бас деп. Бірақ мына кнопка бізде гиперссылкамен активтендірілу үшін біз ол қай бетке бару керектігімізді анықтап алайық. Яғни бұның анықтамасы бізде екінші бетте көрсетілген. Демек, біз мына кнопканы басқан кезде мына екінші бетке өту керекпіз. Оны қалай жасаймыз? Гиперсілтеме деп сұрап тұрған кнопкаға белгілейміз. Вставка вкладкасына барамыз, гиперссылка командасын таңдаймыз. Мына жерден, мына бөліктен жалпы өту керек парақ немесе жаңа құжат немесе бет қай жерде тұрғанын көрсетеміз. Жаңа құжат ашу керек пе, әлде ол интернетте орналасқан ба? Ал бізге осы құжаттың өзінде тұрғандықтан ол бет место в документе деген команданы таңдаймыз. Мына жерден сол құжаттың ішіндегі керекті орынды таңдаймыз. Міне таңдадық, ал мына бөлігінде сол құжаттың мазмұны көрініп тұрады. Окей батырмасына басамыз. Енді тексеріп көрейік. Мінекей, мына жерде жай ғана тінтуірдің нұсқағышы қарапайым стрелка түрінде тұрса, мына кнопкаға барған кезде ол қолға айналады. Яғни бұл жерде бір сілтеме бар деген сөз. Осы кнопкаға бассақ, міне екінші бетіне келдік слайдтың. Енді біз осы беттен қайтадан 4-ші бетке баратын гиперссылка жасау керекпіз. Ол үшін мынандай бір кнопка орналастырып алайық, яғни кері қайту деп түсінеміз бұл кнопканы. Бұны басқан кезде қайтадан мына 4-ші параққа жетуіміз керекпіз. Енді бұны да гиперссылкасын жасау үшін белгіледік, вставкаға бардық, гиперссылка, және біз 4-ші бетке бару керекпіз. Дәл осы 4-ші бетке барамыз, окей дейміз. Қане, қайтадан тексеріп көрейік. Мінекей, барамыз, 4-ші бетке бардық, барамыз, 2-ші бетке бардық. Осылайша бет ішіндегі гиперссылка жасалады. Ендігі кезекте осы құжат бетіне бір кнопка жасап, сол кнопкамен YouTube арнасындағы керекті ақпаратқа сілтеме жасауды қарастырамыз. Мысалы, Google формада тапсырма жасауды үйренгіңіз келсе, мына видео ақпаратты қарап шығыңыз деген тапсырма тұр делік. Енді осыған бір қажет тиісінше кнопка қояйық. Мысалы, видео ақпарат болғандықтан біз видео камераның белгісін қоюымызға болады.
Енді осы кнопканы басқан кезде біз YouTube арнасына қатынас жасай алу үшін қажетті видеоның сілтемесін көшіріп аламыз. Оны мына кнопканың гиперссылкасына әкеп орналастырамыз. Перейти по гиперссылка командасын аламыз. Ішіне кірген кезде адрес URL аламыз. Осы жерге жаңағы YouTube арнасындағы видеоның сілтемесін әкеп қойдық және ОК батырмасына бастық. Мінекей. Мына командаға басатын болсақ, осы YouTube арнасындағы видеомыз ашылатын болады.